Қайырлы күн достар. Менің тікелей эфирге шығу себебім осы 7-8 ақпан күні 2020 жылдың Қордай оқиғасы бойынша, Қордай оқиғасында Масаншы, Бұлар Батыр, Ауқатты ауылдарда болған тәртіпсіздіктер бойынша ұлтқа бөлмей айыпталған азаматтардың кінәлерінің толықтай дәлелденді ма, дәлелденген жоқ па, сол туралы өзінің пікірін тура қазіргі уақытта сотталған деп айтайық, сотталған, бірақтан әлі заңды күшіне енбеген Ерік Байтеновтің қорғаушысы. Мен аты жөніңізді. Талғат Бейсбек, қорғауымдағы Ерік Байтенов, барлығымызге мәлім, Қордай ісі деп аталатын іс бойынша бізде қазіргі таңда 27 сәуір 2021 жылы соттың үкімімен 15 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Біз бұл тағайындалған жазамен және де Ерік Байтеновті кінәлі деп табу фактарымен толық көлемде келіспейміз. Нақты айтып кететін болсақ, біріншіден Ерік Байтеновке жаппай тәртіпсіздікке қатысты қару берді және де адамды өлтіруге жәрдемдесті деген айыптар тағылған. Енді бірінші адамды өлтіруге жәрдемдесті фактісімен алатын болсақ, біріншіден адамды нақты өлтіруге жәрдемдесті ма деген мәселесі толық көлемде дәлелін таппаған. Өйткені жаппай тәртіпсіздіктер, яғни адам өлтіру фактісі айыпқа сәйкес түнгі сағат 2:41-де орын алды деп көрсетілген. Айыптау актісіне сәйкес және де ол айыптау актісін айыптау жағы сот жарыссөзінде де қолдады толық көлемде. Осыған сәйкес 2:41-де емес, Ерік Байтенов ол оқиға болған жерге түнгі сағат 3-те келген. Яғни айып тағылып жатқан уақытта Ерік Байтенов ол жерде мүлдем болмаған. Осыған сәйкес оның қандай да бір адам өлтіруге жәрдемдесті, не болмаса жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген айыптар бойынша дәлелдер жоққа шығып отыр. Сот тергеу барысында да айыптау жағы бірде-бір дәлелдеме ұсынылған жоқ. Ерік Байтеновтың қандай да бір қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығы бар жоғы туралы біз нақты сұрадық. Осы сот отырысында бүкіл халық көріп отыр, бүкіл ел көріп отыр. Нақты дәлелдемелеріңізді көрсетіңіз, сол дәлелдемелерге біз нақты дау айта аламыз. Енді Ерік Байтеновтың үйінен қарулар анықталды. Сол қарулар адам өлтіруге тікелей қатысы болды ма, дәлелденді ме? Нақты тергеу барысында қандай да бір сараптама қорытындысы жоқ. Ерік Байтеновтың тиесілі қарудан нақты жәбірленушінің қайтыс болғаны туралы ондай сараптаманың қорытындысы да жоқ. Жәбірленушінің денесінен қандай да бір оқ дәрі алынбаған, ондай ешқандай сараптама жоқ. Сонымен қатар жәбірленушінің нақты айыптау жағы көрсетіп отқан уақытта және жерде сол дене жарақатын алды деген тұжырымдарын өзі сот тергеу барысында дәлелін тапқан жоқ. Өйткені нақты 2 куә көрсетті. Ол жәбірленушіні автокөліктің алып кеп тастағаны туралы. Автокөлігін. Бірақ та сот тергеу барысында да Нива автокөлігі мүлдем анықталмаған. Оны тек қана біз қорғау жағыға куәлерге сұрақ қою арқылы сот тергеу барысында өзіміз анықтадық. Енді Ерік Байтенов неге Қордайға келді? Ол деген сол жердің тұрғыны ма? Алматыдан. Осы орынды сұрақ деп ойлаймын. Ерік Байтенов негізі Қордай ауданының тумасы, Сұлутөр ауылының тумасы. Ол күні оқысы бұл жаппай... Үлкен Сұлутөр ме, или Сұлутөрдің өзі ма? Үлкен Сұлутөр. Тау жақта үлкен. Білем ол. Ауылдың тумасы, негізі ол кісі бұл жаппай тәртіпсіздікті, не болмаса осындай оқиғалардың болып жатқан туралы ол күні білмеген. Айыптау актісіне сәйкес білді дейді, бірақ та білгені туралы қандай да бір дәлелдеме ұсынған жоқ. Өйткені телефоннан не болмаса біреумен хабарласқан туралы ешқандай байланыстар жоқ. Ол кісі өзінің ауылына кетіп бара жатқан жолда, ол жолда кетіп бара жатқан туралы ақпараттар бар. Ал оқиға бізде кешкі сағат 6-да орын алса, сағат 12-1-ге шейін болса, ол кісі сағат 9-да ауылына кетіп бара жатқан, жаңағы Алматы-Ташкент трассасында ол туралы жасырын тергеу әрекеттері толық көлемде дәлелін тауып тұр. Кетіп бара жатқан кезде осы оқиға туралы естіп, түнгі сағат 12 шамасында нақты не болып жатқанын өз көзімен көру үшін бармақшы болған. Қандай да бір тәртіпсіздікке қатысам, құқықты бұзам, не болмаса жаңағы үйді өртеймін деген сияқты ешқандай ой болмаған. Сонымен ол кісі оқиға орнына барған кезде
бұл жаппай тәртіпсіз аяқталып қойған. Енді сіздер үкімді қолдарыңызға алдыңыздар ма? Үкімді қазіргі бүгін 12 сәуір, бүгінгі күнге дейін үкімді қолымызға алған жоқпыз. Нақты мен жаңағы сот аяқталып үкім шығарған кезде сот мырзадан сұраған, бізге осы Ерік Байтеновке қатысты түсіндірме беріңіз. Нақты қандай дәлелдемемен естіген соны айтқан, бірақ қазіргі күнде үкімді қолымызға алған жоқ, бірақ бүгін 15-ші күн біздің мерзіміміз өтіп жатыр. Үкімде не жазылғаны әлі күнге шейін белгісіз. Біздің былайша айтқанда қазір сол құқықтарымызды апелляциялық шағым келтіруге бұзылып жатыр деп есептейміз. Рахмет. Енді екінші біздің осы Қордай оқиғасы бойынша біздегі Сангуй, бұл кісінің жәніндегі 5 адам, бір қазақ азаматын адам өлтірді деген фактісі бойынша айыпталды. Соны айыпталған ішінен үшеуі, былай айтқанда, олардың өлтірмегендіктері туралы жай соққы жүргізген, бірақтан өлтірмегендіктен туралы, бірақтан Сангуйдың үйінен табылған айырларды тура соныкі деп мемлекеттік айыптаушылар сөйтіп кінәлі деп тапқан. Енді осы бойынша Алия Жаманбаева, адвокат, тура осы Сангуйды қорғады. Сіз өзіңіздің неңізде Шу ауданынан полицейлерді, нелердің бәрін шақырттыңыз, қосымша допрос алуға жүргіздіңіз, өзіңіздің қызметіңізге сай. Сангуйдың осы Абдрахамның өліміне қатысы болды ма, болған жоқ па? Негізі, түбі. Добрый день. Я адвокат Жаманбаева Алия Бейхановна. Представляла интересы Сангуя Шимара Губаровича и считаю, что приговор вынесен необоснованно, были нарушены принципы состязательности, равноправия, и тем самым все наши ходатайства были необоснованно отклонены судом. Хотя на подготовительной части суд удовлетворил, чтобы истребовать вещественные доказательства с камеры хранения Кордайского отдела полиции. Это для чего запрашивал? Для того, чтобы сравнить именно на куртке имеющиеся повреждения и с вилами, которые признали вещественные доказательства. Совпадают они или не совпадают? Но суд удовлетворил, в последующем суд отказал. Также были запрошены, чтобы были допрошены эксперты. Суд опять-таки удовлетворил, в последующем просто не обеспечил их явку, отказал. Те вилы, которые были изъяты, соответственно, из дома были изъяты другие вилы. Они должны были, как положено по ОПК, полностью быть опечатаны, упакованы. Ну хорошо, Алия, это нюансы, это все нюансы. Это не те вилы. Соответственно, даже те вилы, которые признаны вещественными доказательствами, даже если эти вилы просто исследовать полно, как положено, то есть они также не соответствуют. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас получается судебно-медицинская экспертиза, криминалистическая экспертиза, которую провела, она не установила расстояние между этими повреждениями, отверстиями, ранами. У нас есть уже предмет, предполагаемое орудие преступления. То есть здесь от труда не составит, если расстояние получается по этим ранам уже невозможно, получается труп захоронен. Но есть куртка. Вот эту куртку взять, есть предполагаемое орудие. Взять его, сопоставить, и все. И там уже будет ясно. Это его вилы или не его? Нет, этими вилами был человек убит или нет. Конечно, это не те вилы, которые были изъяты из его дома. Вот и все. Но Сангуй өзі жас алпыстағы кісі, иә? Жас үлкен, жас бала емес, былай айтқанда ашуға бір неге 55. эмоцияға бір еріп кететіндей, бір алға деп несеп кететіндей. Югур Чиншанло өзінің жаңағы несін өзі жаңағы бірінші удар жасағандығын содан. Он в своем полном объеме признал, что он с гольфной клюшкой ударил потерпевшего
по различным... Кимуров, Хижин, ол 99 бап бойынша не істеді. Енді Сангуйдың жасы үлкен болды. Бірақтан оның үйінен осындай анау нелер айырлар шықты. Сонымен кімні Абдрахымды өлтірді деді. Но Сангуйдың өзі бұл туралы не айтады? Сангуй өзі ол деген бірде-бір кінәні мойындап тұрған жоқ. Мен соңғы несінде естідім. Ол кісі былай айтты, действительно шыққаным рас. Өзім отанымды, үйімді қорғағым келді, естідік. Действительно, в массовых беспорядках он участвовал, ввиду того, что указал причину свою. Но то, что он человека убил, он с данным обвинением не согласен. То есть он говорит, я никого не убивал, и физически он никак не мог дойти. Ему обвинение ставит, что за 3 минуты он с одного места до предполагаемого места преступления он за 3 минуты дошел. Да, в суде были представлены эти запросы с Академии Института спорта. Да, я это все слышал. Енді Сангуйдан жаңағы вилладан басқа оған тікелей тағатын айып жоқ. Ешқандай жоқ. Тек қана вилласы бір анау сол жерден біреу бір нәрсені көрді, вилламен тығып атқанын не істеп атқан біреу жоқ. Таких тоже нету. Даже не полицейский, никто не давал, да? Никто не давал показания, только один Чишанло сказал, что он видел его на месте преступления. Сангуйда. Там видел просто, видел его с вилами. Все. То есть он не говорит о том, что на прямой вопрос в ходе следствия в суде, видел ли он, как наносил удары потерпевшему Абдрахману, он сказал, нет, я этого не видел. А вы сами, если вы, я знаю, что вы каждый процесс посещали, вы видели, что были допрошены много свидетелей, и полицейские были допрошены, и потерпевшие были и допрошены. Никто не мог ответить на вопросы ваши. Все сказали о том, что на той стороне, когда была масса, 20-25. Было людей много, и у всех были с собой хозяйственные предметы, в том числе и вилы. То есть у людей было 15-20 человек, были вилы в руках. То есть не только один Сангуй там ходил с этими вилами. Понятно, да? То есть сейчас говорить о том, что именно Сангуй убил, это же все на предположении, на домыслах. А у нас приговор не может быть основан на домыслах. Это Конституция, это сейчас на сегодняшний день нарушается конституционное его право, что на домыслах приговор не выносится. Это ущемлены его права конституционные. Осыдан кейін біз кіммен Даурпен сұхбат жүргіздік. Онсын сіздер көрген шығарсыздар. Ол жерде айтты, Юбор Чинчанлоға неміз жоқ. Ол жаңағындай өзінің кінәсін мойындады. Енді Сангуйға өте әділетсіз шешім болды. Біз оны оспорить етеміз. Сіз сол сот үкімін алдыңыз ба? Нет, сегодня у нас уже 12 мая. По сегодняшний день мы приговор не получили. Я думаю, что из-за сложности, ввиду того, что подсудимых много, там надо мотивировать это все. Ну, после получения этого приговора... Вы будете обжаловать? Я уже обжаловала, да. То есть уже написала примерно костяк, а уже полную мотивацию и опровержение в приговоре довода буду уже в последующем дополнять. Құдай қаласа, сіздер соған беруге дайын отырсыздар. Амандық болса. Енді міне үшінші адвокат, аты жөніңіз? Жамбыл облыстық адвокаттар алқасының адвокаты Нұрбек Қайратұлы Қожабергенов. Сіз кімді қорғадыңыз? Сізді қазір айтам, ең көп... Өзім атап өтейін, ол кісілерді менің қорғауымда болған 1960 жылы туылған Жұмахан Мамырханұлы Атабас деген Қордай ауданы Күнбатыс 2 ауылының тұрғыны. Және екінші тұлға, ол кісі 80 жылы туылған Марлен Қалмұхамбетұлы Карибаев деген азаматтар. Енді осы жерде кішкене бір ремарка айтып кетейін. Біздің тікелей эфирде пікірін тыңдағанбыз. Сейтенастың алдында сіздің неңіздің бәрін, жаңа доводтың бәрін, үлкен доводтың бәрін тыңдадық. Енді мен осы Ботабасовтың соңғы сөздерін естідім. Ботабасовтың показаниясын несін берген естідім. Ол өзінің жаңа баласының ауру екендігін, соның артынан шыққандығы туралы, оның жаңа ауылда сол ауыл кінеге Масаншы жаққа жаңа апарып тастағаны, ол сонымен іздеп жүргенін, ол жаңағы бір 150-200 метр жерде жаңағы не болған қақтығыс дейміз, тас
тас лақтыру дейміз, тура соның көзінше болғандығы туралы, бірақтан ол ішіне кіріп тас лақтырмаған туралы мен өз басым, мен өз құлағыммен оның бәрін естідім Ботабастың аузынан. Ол жағдайдың бәрін мен біліп отырмын. Карибаевты қазір мен шыны керек, яшас есімде жоқ. Енді осы Ботабасов үш адамды өлтірді ме? Ботабасовқа тағылған айып бойынша ол Масаншы ауылында 7-8 ақпан 2020 жылы 3 Масаншы ауылының тұрғыны өлтірген және 4 адамға ауыр дене жарақатын келтірген деп айыпталған. Ол тергеу барысынан бері, ол кісіні жауапқа шақыртылғаннан бері, ұсталғаннан бері сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталғанға дейін және сот тергеу барысында да ол бір жауапта болған. Яғни ол ешқандай адамға тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Wi-Fi-міз дұрыс ұстамай қалды. Енді это Тараз, детка, бұндай 4G, 5G деген это, ну, как говорится, не все как у нас, как в Алмате, в Астане. И осымен тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Жұмахан Ботабасовтың, мен Марлен Карибаевтың қорғаушысы. Енді Жұмахан Ботабасов сонымен 3 адамды өлтіретіндей оған дүнгендер не істеді, айтшы. Енді бұл сұраққа нақты жауап беру үшін бірінші тағылған айыпқа назар аудару керек. Тағылған айыпқа сәйкес Жұмахан Ботабасов 60 жылы туылған. Ол 7-8 ақпан 2020 жылы Масаншы ауылында бола тұра, Масаншы ауылының тұрғындарынан құралған топқа қарсы өзінің қолындағы анықталмаған атыс қарумен бірге және өзінің қасында болған қазіргі таңда іздеу жарияланған Мамырхан және Түркменов деген 2 тұлғамен бірге, яғни 3 адам болып, алдын ала сөз байласқан адамдар тобы болып, адамдар қарсы тұрған адамдар тобына қарсы оқ атқан деп көрсеткен. Және сол құқыққа қайшы іс-әрекеттерінің салдарынан, яғни жекелеп Ботабасовқа келген айыпқа сәйкес, ол сол жерде Масаншы ауылының тұрғындары 3 тұрғынын өлтірген және 4 тұрғынына ауыр дене жарақатын келтірген деген айыпталған. Және бұл Масаншы ауылының орталығында болған қақтығыста, жалпы Масаншы ауылының аумағында орын алған қақтығыстардың ішінде тек қана 3 тұлға көз жұмған, яғни 3 тұлға қаза болған и 4 тұлғаға ауыр дене жарақаты келтірілген. Бірақ тағылған айыпқа сәйкес адамдар тобы болып алдын ала сөз байласу арқылы жасаған қылмысы, ол кімнің қандай қатысуы бойынша жүктелмеген, анықталмаған, олардың сөз байласу туралы ешқандай дәлелдемелер жоқ. WhatsApp, сообщение. Ол туралы алдын ала переписка жоқ, келіссөздер туралы мәліметтер жоқ. Немесе куәлерден осы 3 кісі тұрып, осы жерде мылтық атып жатты. Осы 3 кісі осы жерге мылтық атуға, адамдарға қарсы мылтық атуға қазақтар тобының арасының ішінен оқталып, 3-еуі бірге қолдарына қаруланып бара жатты деген куәлік айғақтарды бермеген. Тек қана Ботабасовқа қатысты тергеу барысында куәлік айғақ берген, ол алдында бірнеше рет айттық, тергеуге тәуелді болған, сотталушылар қатарында болған Албакиров Алмас және Нұрбол Алмаханбет деген 2 сотталған кісі, ол кісілер жауап берген. Екеуі қай ауылдың балалар? Ол біреуі Күнбатыс 2 ауылының, яғни Ботабасов Жұмаханның ауылдасы, бір ауылда тұрып, екінші Қызылсай ауылының тұрғындары. Ол кісілер айтқан, Ботабасов жаңа ГАЗ-53, ГАЗ-53 жүк автокөлігінің шаңырағында тұрып, атты секіріп жерге түсіп, тағы атты тұрып, секіріп түсетіндей ол Рэмбо ма или не ма, жас 60-ға келген кісі? Оны неден тергеушілермен және айыптаушыдан және әділсіз үкім шығарған соттан сұрау керек. Ол болашақта оған уақыт жауабын бере жатар. Енді нақты айтатын болсақ, ол кісі сол кузовтан секіріп түсіп, қайтадан кузовқа секіріп мініп, қайтадан кузовтан секіріп түсіп, контейнердің артына бір тығылып, контейнердің үстіне шығып бір атып, көліктердің артына тұрып бір атып, оның барлығын айыптау актісінде сипаттай тұра, бірақ дәл ондай сол іс-әрекетті сипаттайтын қандай да бір бейнежазба жоқ, немесе куәлік айғағы жоқ.
жаңағы аталған екі куәлік айғақ берген тұлғалар тек ол кісінің аспанға мылтық атып жатқан көргендерін айтқан. Және басқа нақтылап ештеңе көрсетпеген. Бұған қоса олар сот барысында сол куәлік айғақтарын жалған бергендерін тергеу барысында оларға қыспақ көрсету арқасында өз өмірлеріне, өз болашағына, өз бостандығына қорқа отырып, сондай жалған куәлік айғақ беруге мәжбүр болғандарын көрсетіп, сол Жұмахан Ботабас мырзаның алдында кешірім сұраған болатын. Оны естідік. Енді екінші Марлен Карибаев. Карибаев Марлен бойынша ол кісі ол Масаншы, Ауқатты, Бұлар Батыр ауылдарында болған жаппай тәртіпсіздікке өз еркімен бармаған. Ол өзінің алыс туысы, танысы шақыртуымен, соның үгіттеуімен барған. Сол жерде осындай жағдайлар болып жатыр екен. Барып қайтайық. Ол Марлен Карибаевта сол кезде өзінің ауласында екі көлік құралы болған, біреу жеңіл көлік құралы, екінші минивэн шынақтағы көлік құралы. Ол жеңіл көлік құралымен шығып жатқан кезде оған айтқан: үлкен минивэн көлікмен шықшы, мені жолда менің таныстарым, 7-8 таныстарым күтіп тұр, соларды отырғызып алып барамыз. Кім айтты сөйтіп? Сөйтіп Карибаев Марленді сол жерге баруға шақырған, үгіттеген соның туысы, танысы Киргизбаев Марат Қасқатаевич деген 77 жылы туылған кісі. Сол кісінің шақыртуымен, сол кісінің үгіттеуімен сол жерге барған. Ол жерде жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқаны туралы, жаппай тәртіпсіздіктерді жасағаны, біреудің мүлкін қиратқаны, жойғаны, өртегені, біреуге қандай да бір зорлық-зомбылық көрсетілген туралы ешқандай дәлелдемелермен және куәлік айғақтармен дәлелденбеген. Бұл кісіге тағылған айыпқа сәйкес өзіңіз біліп отқандай жаңағы бір адамды өз көлік құралымен қағып кеткен. Соның салдарынан ол адам қаза тапқан деп айыпталған болатын. Бірақ сараптамаға сәйкес, ол жерде екі түрлі сараптама жүргізілген. Ол тікелей сол жаппай тәртіпсіздіктер орын алғаннан кейін 8 ақпан 2020 күні табылған адам денесі бойынша тағайындалған сот медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес, ол адам денесінде маңдайында ашық открытый открытый перелом лобной части және денесінде оң жағында 4 қабырға, сол жағында 2 қабырға сынған. Басқа ауыр дене жарақаты келтірілмеген. Ал кейін кешенді сараптама тағайындалған. Ол сараптамаға да сәйкес ол кейін жаз айында, маусым, шілде айларында жүргізілген. Бірақ ол сараптаманың қорытындыларына сәйкес жаңағы Марлен Қалмаханбетұлы Карибаевтың көлік құралымен жаңағы жәбірленуші қайтыс болған тұлғаның денесінің қай жерлерімен соқтығысқаны анықталмаған. Яғни ол соның көрігі ма? Қорытындының бір жерінде айтады, ол жәбірленуші көлік құралы соқтығысқан кезде көлік құралына артқы оң жағымен қарап тұрған деген. Ол артқы оң жағымен қарап тұрған деген болса, онда маңдайындағы жарақат қайда пайда болды, открытый перелом. Бірақ маңдайындағы жарақат өзінің салмағымен құлау барысында пайда болмаған деп жауап берген. Яғни ол тікелей соқтығыстың әсерінен пайда болған деп көрсетті. Және бірінші жаңағы аталып өткен сот медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес, ол жәбірленушінің денесінде анықталған жарақаттар қандай да бір көлік құралының белгілері жоқ деп көрсеткен. Көлік құралының белгілері жоқ деп көрсеткен ол жарақаттарды. Тағы айтатын мән-жай ол неге ұсынып тұрған Карибаевтың жасады деп. Сол жерде Ауқатты ауылында 3 бұрышты қиылыс бар. Сол 3 бұрышты қиылыстың бойында Делюкс деген жанармай құю бекеті бар. Сол жанармай құю бекетінің бақылау камераларының бейнежазбаларына сәйкес ол 8 ақпан 2020 жылы сол 3 бұрыштың бойынан Ауқатты ауылының ішінен қарай айналып өтеді бір көлік құралы. Ол жерде маркасы, номері, андай машинаның формасы да анық көрінбейді. Сол жерде келе жатыр, ол сағат 2:25
түнгі 2 сағат 25 минутта ол келіп сол жерде айналып өтеді. Айып бойынша сол тартылған жауап берген, яғни өз жауаптарында нақты көрсете алмаған куәлардың жауаптарына сәйкес сол жаңағы адамды қағып кеткен, жәбірленушіні қағып кеткен, сол уақытта болған деп көрсеткен. Және айтады, сол адамды қағып кеткеннен кейін куәлар айтуы бойынша біз біреу 10 секундтың ішінде, біреу жарты минуттың ішінде, біреу 1 минуттан кейін барып сол кісіге көмектескен, көтеріп не қылмақшы болған, сүйреп ары қарай бұлар батыр ауылына қарай алып кетпекші болған. Бірақ сөйтіп көтеріп алып кетіп бара жатқан кезде шамамен 10-15 метр жүргеннен кейін, 10-15 секундтан кейін арттарынан, яғни якобы қазақтар тобы жағынан мылтық атылып, сол жерде біреуіне мылтық тиіп, біреуі өз өміріне қауіп төнген соң тастап қашып кеткенімізді, ары қарай қашып кеткенімізді көрсеткен. Алайда ол бейнежазбаға тағы да сүйенетін болсақ, дәлелдеме ретінде ұсынып тұрған. Ол бейнежазбада 2:25-те айналып өткеннен кейін жаңағы қазақтар тобы дүнгендер тобына қарай кері жаңағы жүгіруді бастаған кезде ол сағат 2 сағат 41 минут, 40-41 минут. Яғни одан кейін көлік айналып өткеннен кейін 15 минут уақыт өткен. Яғни олардың куәлік айғақтары шындыққа жанаспайды. Айыптың өзі өзінің келтіріп отқан дәлелдемелерге енді аны Ботабасовқа қайтып айналып келейік. Ботабасовта біреу өзінің ауыл тұрғыны, біреу екінші ауылдың несі. Осы Ботабасовқа қарсы анау ауыл тұрғыны теріс былай айтқанда жалған көрнеу ақпарат беру қалай болды өзінің ауылдасына? Сотта өзі түсіндіріп бергенде Аубакиров Алмас сотталған тұлға, ол кісі айтты, мен ол ауылдасым болғаннан кейін, мен оны танитын болғаннан кейін сол кісіге қарсы айғақ беруді маған ұсынды деді. Қорқытты деді, шантажбен, моральдық қысыммен. Сосын айтты, егер ол кісі жаңағы тергеу тарапымен ұсынылғандай Ботабасовқа қатысты қарсы куәлік айғақтар бермейтін болса, өзіне қарсы сонда айыпты тағып, мүмкін даже сол айыптың өзін тағып, өзіне сондай сол секілді басқа да куәлік тағып береміз деп қорқытқанын деп көрсетті. Кейін ол жауаптарын бергеннен кейін жаңа оқиға орында куәлік айғақтарын көрсету, нақтылау, тергеу әрекеттері барысында сол жаңағы жалған айғақтарын көрсетіп болғаннан кейін ол қамауда отырған кезде оған оны неден шығарған, жеке кепілгерлік үйіне шығарған. Ол оны түсіндірді, осындай жауаптарды берсең, қарсы айғақтарды берсең, осы кісілерге көрсетпей берсең, біз сенің енді бұлтартпау шараны жеңілдетеміз деп. Кейін үкім ету барысында, жаза тағайындалу барысында жеңіл жаза тағайындауға септігін жасаймыз деп көрсеткен. Бірақ енді ол кеше таңда мемлекеттік айыптаушы өзі жаза сұрау барысында ол кісі кімге, Аубакиров Алмасқа қатысты бас бостандығын айыру туралы жаза сұрады. Ол өз-өзіне қарсы келеді, себебі ол өте үлкен көлемдегі материалдық залал келтірген үшін Аубакиров қанша не алды? Ол 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындалды ол кісіге. Енді айтайық, егер сол 2020 жылы мамыр айында ол Аубакиров Алмасқа қатысты күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын жеке кепілгерлікке өзгертетін кезде тергеу тарапы біліп тұрды ғой. Ол кісі өз іс-әрекетімен ол да дәлелденбеген, ол да қорқыту арқылы, шантаж арқылы мойындағанын көрсеткен. Яғни ешқандай дүкенді өртемегенін көрсеткен, ол үйді өртемегенін көрсетті. Тергеу барысында соның бәрін ол кісіге мойнатқызғанын көрсетті. Енді сол кезде ол тергеу барысында анықталып тұрғаннан кейін соншама өте ауыр ірі мөлшерде материал залал келтірген біле тұра, не үшін оған
жеке кепілгерлікке жіберді, өзгертіп жібереді де, кейін жаза сұрау кезінде сондай жаза сұрап, нәтижесінде бас бостандығынан айырылды. Ол біз ол жерде түсініп отырмыз, ол жаңағы отабасыға қарсы берген куәлік аяқтарынан бас тартқаны үшін оған қарсы былай айтқанда кек алу деп түсінуге болады, қарапайым тілмен айтқанда. Енді Ботабасов пен Карибаев, түсінікті. Ботабасов үлкен кісі, жасы 60-тан асты. Жасы 62-ге өткен кісі. Сол оқиға орын алған кезде ол жасы 60-та болған кісі. Ел ағасы былай өзінің денсаулық жағдайына байланысты ол кеңес армиясынан 3 айдан кейін үйіне қайтарылған, яғни жарамсыз болған, жүгіре алмайды, ауыр нагрузкаға төзімсіз. Қазіргі таңда ол жұмыс істемеген оған дейін? Жоқ, жұмыс істеген. Ол сол күнге дейін, осы ұсталғанға дейін Күнбатыс 2 ауылындағы негізгі мектептің көлік жүргізуші болған. Яғни ол кішігірім ауылдарда ортақ бір мектеп болады, көршілес ауылдардан балаларды тасымалдау. Білеміз, тасымалдау. Карибаев ол сол кезде жеке кәсіпкерлікпен айналысқан, өз бұрын мемлекеттік қызметкер болған. Ол кісі өте сауатты кісі, сотта бірнеше рет айтты, мен ол іс-әрекет жасаған жоқпын. Оған ол кісі өте сауаттылығын бір несі, бүгінгі таңда ашып айтуға болады, 450 тоннан құралған айыптау ісін, осы сотталушыға қарсы жинақталған іс материалдарын бірінші томның бірінші парағынан бастап, соңғы томның соңғы парағына дейін оқып шыққан кісінің бірі. Олай бір тергеуші, бір мемлекеттік айыптаушы прокурорлар тарапынан және соттың тарапынан да оқыды, танысты, біледі деп айта алмаймын. Сол кісі айтатын, мемлекеттік айыптаушылар қарап, құрметті мемлекеттік айыптаушылар, өтініш сізге маған қатысты немесе басқа бір тұлғаға қатысты алысқа кетпей қойып, тек маған қатысты өзін айтып тұр жаңағы, өзіне қатысты жинақталған іс материалдардың ішінен процессуалдық заңнаманың талаптарын бұзбай жинақталған бір хаттаманы, бір дәлелдемені көрсетіңіздерші. Міне осы хаттамада ешқандай құқық бұзушылық жоқ, процесс заңнама талаптары бұзылмаған деп. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан тек үндеусіз қалды. Бірде-бір хаттама көрсете алмақ, жаңағы процессуалдық заңнама бұзылмай заңды түрде алынған. Сіздер үкім алдыңыздар ма? Мен қазіргі таңда бүгін 2021 жылдың 12 мамыры жариялаған күннен бастап нақты 15 тәулік өтті, үкім алған жоқпыз. Апелляция беруге дайындалған? Мен алдын ала жария етілген бойынша жалпы біз қазіргі таңда үкімді ішінара шағымдамаймыз, үкімге ішінара шағым келтірмейміз. Менің қорғауымдағы тұлғалар Ботабасов, Карибаевты толық кінәсіз қалған айып бойынша 272-мен де кінәсіз бе? 272-мен де кінәсіз. Және 99-шы баппен тағылған айып бойынша кінәсіз ол екі тұлғада. Енді ол кісілерге қатысты мен алдын ала апелляциялық шағым келтіріп қойдым 6 мамыр күні. Ол апелляциялық шағым тіркеуге алынды және қоса кететін жағдай бар. Қанша айтып жатырмыз, сот тергеу барысында да айттық, қазіргі таңда да айтып жатырмыз. Бұл кісілерге тағылған айыптың дәлелсіздігі емес, бұл кісілер жалпы кінәсіздігін туралы айту керек. Ол кінәлілігі дәлелденбеді деген бөлек жағдай, ал кінәсіздігі, ол кісілердің кінәсіздігі туралы айтатын ол бөлек жағдай. Бұл қазір айтқан кезде екі жағдайда нақты айтуға болады. Тағылған айып бойынша ол кісілердің қандай бір құқық бұзушылықтарға қатысы барлығы дәлелденбеген, потом мүмкін емес дәлелдену, егер ол шындыққа сәйкес болса, бірдеңе болса, куәлардың тарапы көп болатын еді. Екі жаңғы Албакировпен және Алмаханбетпен шектелмейтін еді. Ол жерде бір адам болған жоқ, ол жерде жүздеген адам бар. Жүздеген адам болған. Енді осы естіңіздер, енді қысқаша қорғаушылардың пікірі осы. Енді сіздер әлеуметтік желінің пайдаланушылары осы Қордай оқиғасы аяқталды, не деген
ол аяқ емес, өйткені қанша дегенде ситен астын алдында әлі полиция тұр, анау Қордай ауылында әлі полиция жүр, әлі ешкім таралған жоқ. Өйткені Ботабастың айтқан бір сөзін айтар екен, мен сол үкім жарияланғаннан кейін ертесіне кездесуге келген болатын. Сол кезде айтты, айналайын балам, мен оны жасамадым, не деген мынау әділсіздік. Мен сол жерге қолыма тас ұстап, бір дүнген ұлтына қарай тас лақтырып, немесе қолыма таяқ ұстап, дүнген ұлтының бір азаматын мен ұрған болсам, мен осы тағылған айыпқа мен күйінбейтін едім. Мен өкінбейтін едім. Өйткені мен қолымда тас болмай, таяқ болмай, мылтық ұстаған болсам, мен қалай тас лақтырдым, қалай таяқпен ұрдым, сол сияқты мылтықпен де мен ататын едім деп айтты. Бірақ мен сөйтіп мен өкінбейтін едім деп. Қазір мен ол жерге баламды іздеп бардым. Қолыма тас тастаған жоқпын, таяқ тастаған жоқпын. Біреуге қарап қолымды көтерген жоқпын. Мен түсінбей тұрмын деп айтты. Сосын ол кісінің айтқаны, мен соттың шешімі адал болады, мен ақталамын деп сенімді болғанмын деп айтты. Себебі ол сенімділік ол кісіде қайдан пайда болды? Сот тергеу барысында ол кісінің толығымен кінәсіз екендігін дәлелдеп берген болатынбыз. Тағы да айтып кететін мән жай, ол кісінің туған туысқандары жауап алынбаған тергеу барысында. Ол кісі жауап алу хаттамаларына сәйкес тергеуге қажетті, яғни оған айып тағуға ыңғайлы жауаптарды жазып қойған. Ол кісі өзінің жасына сәйкес, жаңағы заңгерлік сауатсыздығына сәйкес түсінбеуіне байланысты қол қойып берген. Яғни ол жерге шыққанын, барғанын, жүргенін көрсетіп берген. Ал ол жерге баласын іздеп барған, баласы іздеудің алдында сол өзінің ауылдасы жеке анкеталық мәліметтермен, жеке куәлігімен дәлелденген 7 ақпан 1960 туылған ауылдасының үйінде туылған күнінде болып құттықтап, Құран оқу барысында болған кезінде әйелі келіп, баласы табылмай жатқан айтқанын, 9-да үйінен шығып кеткенін, кейін 12-лерде үйіне келердің алдында ол үйлер туыстарының телефондарын, ұялы телефондарын алмағаннан кейін жаңағы үй телефонына звондап, оған қызы жауап берген. Оны естідік. Ол қызы сот тергеу барысында жауабында көрсетті. Ол қыздың жауабына жаңағы педагог және психолог мамандар қатысты. Жауабы толығымен рас деп айтты. Өзінің көрген білгенін көрсетіп тұр деп айтты. Сол кезде сотқа ұсынған кезде осы жауаптарды дәлелдеу үшін құрметті төрағалық етуші детализация алдырайық. Үй телефоны арқылы сол күнге байланыс шынымен түсті ма, түспеді ма деген кезде, сондай өтініш хат келтірген кезде сот айтқан болатын, не үшін ондай өтініш хаттың қажеті жоқ, мен бұл куәлардың жауабына толық сенемін деп айтты. Және Ботабастың эпизодын қарау барысында Ботабасқа қатысты бір күмән келтіретін сұрақ қойылған жоқ. Мемлекеттік айыптаушының өзі бір сұрақ қойды. Карибаев бойынша айтатын болсақ, Карибаев жаңағы тағы да айта кететін жағдай, қандай да бір сараптама қорытындыларына сәйкес, зерттеулерге сәйкес, Карибаевтың автокөлік құралынан жәбірленушінің дене іздері, киім іздері емес, жалпы қандай да бір адамның дене іздері, киім іздері, қан іздері анықталмаған, және жәбірленушінің денесінен, киімдерінен көлік құралының іздері анықталмаған. Егер ол минивэн көлігі жаңағы Mitsubishi Delica, ол несі тұмсығы үшкір болып келеді. Тұмсығы үшкір болып келеді. Егер ондай көлікпен соқтығысса, ол бірінші кезекте жаңағы тізе астындағы сүйекке, тізе буынына, жан басына тиетін болатын еді. Түсінікті. Енді айыптың қоса кететін мән жай, айыптау актісіне сәйкес ол жерде ұлттық өшпенділікпен жасалды, неше түрлі жаңағы ол кісілердің несін пиғылын өте сорақы қылмыскер ретінде сипаттайтын терминдармен көрсеткен болатын. Жалпы айып ол терминдарды, айыптау актісінде ол терминдарды айыптың жалғандығын жасыру үшін және айыпты күшейту үшін қолданылған. Тек қана іс жүзінде ол қандай да бір куәлік аяқтармен, дәлелдемелермен дәлелденбеген. Енді
эфирімізді аяқтайық. Айтылған сөздер енді жоғары сотқа, осы облыстық апелляциялық сотта естіліп, Замбаевқа былай айтқанда Айдарбекке бір эпизод емес 50 тағдырдың тағдыры берілді. Соның енді біреуін ғана ақтап, 50-ін кінәлі деп, оның ішінде 35-ін үйіне жіберіп, 15-ін қамауға алып жағдайларда мен ойлаймын, әділ шешімді осы апелляциялық жоғары сот шығарып беру керек. Өйткені бір адам қателесуі мүмкін, кейбір жерде жіберіп қоюы да мүмкін. Бірақтан бұндай шулы оқиғадан кінәсіз адамдар кінәсіз болып әділетті соттың шешімімен шығу керек. Осыған дейін айтып өткендей, кешіріңіз, эфиріңізді бөлсем, Бұларбатыр Ахат ауылында қаза болған қазақ жігітінің өліміне 5 кісіге айып тақса, Масаншы ауылында қаза болған 3 кісінің өліміне және 4 адамның ауыр дене жарақатын бір адамның мойнына тағып қойғаны. Енді вообще былай айтқанда ойға сыймайды. Енді бұл былай айтқанда ертегі ғой. Рахмет.